Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назым. Бүгін Альфредо пастасını жасап үйренетін боламыз. Осылай майда кішкене құйып, қыздырып, бірінші сарымсағымызбен пиязымызды салып қуырып аламыз. Соның үстіне тауық етімізді салып, яғни саңырауқұлағымызды салып жақсылап қуыратын боламыз. Бұл жерде менің тауығым мұздан шыққандықтан, өте қатты болып тұрғандықтан осылай бүтінде қуырдым. Кейін піскеннен кейін барып бөліп алсақ болады. Ал егер сіздердікі жұмсақ болса, оны кесіп кубиктап турап қуыратын боламыз. Осылай дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және укропымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Негізі кәдімгі пісте майын қолдансаңыздар болады, ал бірақ кәдімгідей ресторандағыдай шықсын десеңіздер, оливковое маслоны қолдансаңыздар болады. Ал мен үй жағдайында енді яғни пісте майын қолдандым. Осылай үстіне 500 грамм сливкимізді құямыз. Енді кішкене су құйып жіберсеңіздер де болады осы сливкеден кейін. Енді дәміне қарай көресіздер. Сливке аз болып қалса кішкене су қоссаңыздар болады. Ал егер сливке нормальный болса, онда судың қажеті жоқ. Осылай қайнатып аламыз. Енді оны пастамыз, яғни соусымыз пісіп жатқанша біз осылай су қойып, суды қайнатып, ішіне тұз салып, осылай қамырын, тестасын пісіріп алатын боламыз. Яғни пастамызды пісіріп аламыз осылай суда. Демдеп піседі. Осылай жақсылап пісіріп алып, бұны сүзіп алатын боламыз. Піскен соң мінекей мен сүзіп алдым. Менің соусым, яғни сливичный соус деп айтады ғой, қайнап жатыр. Осының үстіне салатын боламыз. Осылай салып, тағы да бір 10 минут 15 минут арасында тоқтырып алатын боламыз. Мінекей болды біздің өте дәмді альфредо пастамыз, яғни фетучини дейді бір жерде альфредо паста дейді. Біздің сүйікті өте дәмді пастамыз дайын болады. Өте дәмді шығады, кәдімгідей айырмашылығы болмайды ресторандағыдан ше. Кейбір ресторандарда бұлай дұрыс жасамайды, дұрыс жасамауы мүмкін да, дәмі онша келмейді, адамдарға ұнай бермейді. Ал бұлай үйде жасасаңыздар тура өте ұқсайды. Өйткені өзіңіздің жасағаныңыз өте дәмді, күшті шығады. Менікі өте күшті шықты. Өйткені мен өзім осы альфредоны жақсы көремін. Ас болсын.